Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін сіздерге Бекжит ағамен таныстырамын. Бұл кісі бұрыннан емші, және бұл кісінің әкесі де емші болып жаңағы айналысқан. Бұрыннан совет заманы түгіл ол арғы ата-бабалар да емші. Бүгін сіздерге барлық шөптерді өзі қалай теру керек, қалай дайындау керек, барлығын көрсетіп береді. Жаңағы жақыннан көрсете бастар оның барлығын түсіндіреді. Қалай дайындау дәрінің бір 12-13 шөп бар. Осы видео соңына дейін қараңыздар, және де таныстарыңызға тарқатуды ұмытпаңыздар. Бекжит аға, өзіңізді таныстырып, шөптерді басынан бастай берсеңіз. Ассалаумағалейкум көпшілік. Бұл салада жүргенімізге де бір 20 жылдан астам уақыт болды. Әкелеріміз, аталарымыз бұл нәрсемен айналысқан. Сол кісілерден үйренгендеріміз ғой енді. Енді шөп дәрілерге келетін болсақ, мынаны таушай дейді, орысшасы зверовой деп айтады. Бұл жалпы қан айналымға. Одан кейін мынау кіші дәрет жақсы жүрмей қалған үлкен кісілерге дайындап ішкенге өте жақсы емдік қасиеті жақсы. Енді бұны ерте теруге болмайды, гүлі ашылмай тұрғанда, гүлі төгіліп қалғанда теруге болмайды. Уақытларына қай уақытта теру керек екенін уақытында көңіл бөлу керек. Мынаны қалай дайындалуын айтсаңыз, көпшілік қалай дайындаймыз деп, бірақ теріп келмесе де айта бересіз. Бұны майдалап дробилкадан өткізіп жіберіп, чайный ложкамен, енді майдаланғанда жаңағы талқан болады осы сияқты. Чайный ложкамен бір қасық аласыз, жарымына 200 грамм бокалға толтырып қайнаған су құясыз. Бетін тарелкамен жақсылап жауып қойып, бір 10 минут тұрса болады. 10 минуттан кейін осыны 3-ке бөліп ішесіз. Азанда, обедте, кешке 3-ке бөліп ішсеңіз де болады. Су араластырып, 2 күн жаңағыдай бір қасықтан ішіп жүрсеңіз де болады. Енді жастарға желательно бір қасықтан ішкен жақсы. Үлкен адамдарға 3-ке бөліп, бір күнде 200 граммды іше салуға болады.